Сәлем достар, бүгін тәтті әрі свежі көкөністерден пайдалы икра дайындаймыз. Ол үшін бізге петрушка, укроп, сарымсақ, жуа, қызанақ, май, сәбіз, тәтті бұрыш, кабачок, тұз, қант және де сіріңке қажет болады. Қажет мөлшердегі көкөністерді термомикс таразысына өлшеп аламыз. Сосын көкөністерді ашып, тазартып, жуып турап аламыз. Ең бірінші термомикс чашасына петрушка, укроп, сарымсақ, жуа, қызанақ салып, бес секунд 6 жылдамдықта еземіз. Одан кейін май құйып, 10 минут 120 градус 1 жылдамдықта мерная чашасыз қайнатамыз. Енді қалған көкөністер сәбіз, бұрыш, кабачок, тұз, қант салып, он секунд 6 жылдамдықта езіп аламыз. Дайын болды. Әрі қарай крышкасын ауыстырып, 35 минут варома 2 жылдамдықта қайнатамыз. Қаласаңыздар, буға банканың крышкасы мен банканың өзін стерилизация жасасаңыздар да болады, мен сияқты. Жарты сағатта икра дайын болды. Оған сіріңке қосып, тағы да 50 секунд 9 жылдамдықта пюрировать етеміз. Пайдалы әрі дәмді икрамыз дайын болды. Чашаның крышкасын пайдалана отырып, банкаларға құйып аламыз. Достар, егер жаңа видеоларды жіберіп алғыларыңыз келмесе, онда маған тіркеліңіздер.